Все, иди. Мы тоже человек. Вы что, кушайте, идите на. Мы работаем на. Папа полюбила, парня она манила, бродягу полюбила, она его половина. Папа полюбила, парня она манила, бродягу полюбила, она его половина. Bana evlendik ne abi işte. Kazakken çıkma. Karışa bilmedi. Ben sıvırsam bir daha ben sıvırsam. Başka da iyi ya da sıvırsam iyi ben sıvırsam oldu mu? Gelin hadi gelin. Buradayım bana. Nasıl bekliyorum? Gelin kızım gelin. Еще раз. Sebep? Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай бұл ешкілер сұхбат бермек түгіл жүзін көрсетпей аттының алға шуда әбден қытымыр қасқырлар қорқытып, қоқан-лоққы көрсетіп тастаған үй егелеріне де айтуға да қорқады, себебі күнде түнде қасқырлар келіп бір ешкіден сылапқа алып қойған. Міне, мысалы, бүгін мына лақты түнде қасқырлар жемек болған, абырой болғанда адамдар келіп, жанын аман сақтап қалған. Ендігі бұл ешкілердің тағдыры не болмақ? Оларды қорғауға мына итте дәрменсіз. Жататын жерінің түрі мынау тіпті демалуға да мүмкін емес. Талайдан бері тазаланбаған ешкілердің айтуы бойынша өз қиымызға өзіміз төсек орын жасап алатын көрінеді. Міне, ешкілердің жейтін шөбінің түрі мынау сарғайып тіпті көгеріп кеткен. Талайдан бері бұл шөптер ешкілердің қытығына тиіп, жеген кезде тамағын қырып өткен. Арнайы Зело Қызылорда тілшісі Баймахан Нұрдәулет Алқансесек Албатырақ мәселенің байыбына бармақ. Болашақ күйеуінің аты Нұрдәулет екенін білген кезде. Так, Нұрдәулет, қайда жүрсің? Есігін тұр, жылдам кел бол. Қайда қаңғып жүрсің? Қайғызбен жүрсің, а? Не? Жылдам кел бол, Мақтанбадым жырымен мектебіне, атқа аралда кемелдені. Сөз... Сәлем құрметті достар, бүгін мен сіздерге біреудің машинасына отырған кезде істеуге болмайтын 5 затты айтып беремін. Жүректі ашуды үйрендім. Қанатсыз ұшуды. Неге ауыстырдың жас? Ешқашанда водитель кайфовать етіп айтып отырған өлеңді ауыстырмаңыздар. Екіншіден деп әплотчик көрсетсін. Мынандай жерге аяқты қоймаңыздар. Ешқашан қоймаңыздар. Сушняк ішіп болғаннан кейін мынандай баклажкаларды, мусорларды ешқашан бұлай поликке тастап кетпеңіздер. Ешқашан. Бұл просто водительдің жынына келеді. Дұрыс па? Дұрыс. Мойкадан шыққан кезде ешқашан Ей! терезені ашпаңыздар. Кешір, брат. Жуын. Жу. Жала. Машинадан түсіп кетіп бара жатқан кезде есікті ешқашан осылай жаппаңыздар. Жай ғана мәдениетті түрде болды.
Quick. Quick. You wanna give us the best one? Erkek adam içken кезде өзінің әйелі касепшот болып көрінеді дағы, біреудің әйелі дестус болып көрінеді екен ғой. Ғалымдардың зерттеуі бойынша маймылдың адам болуына 1 ғасыр уақыт керек. Ал адамның маймыл болуына 1 шиша арақ 1 сағат уақыт жетеді екен ғой. Сен мені уважаешь, ай не уважаешь. Баяда ғарышкерлердің бәрі айтқан ғой, айға бардық, Юпитерге бардық, Марсқа бардық, давай күнге барайық деген ғой. Айттым, ей, күнде жанып кетеміз, ыстық қой десе, ей, жындысыңдар ма? Түнде шығамыз ғой дейді. Ла. Kız çımçıka. Aa.